Ассалаумағалейкум қазақ халқы. Бүгінгі біздің видеода мына Galaxy S22 Ultraның плюсы және минусы туралы айтатын боламын. Түсіріп жатқан себебім өйткені минусы үлкен, өкінішке орай. Қараңыздар, бұл смартфон енді Samsung'тың қымбат смартфондарының бірі болып табылады ғой. Бұл смартфонның үлкен плюсы ол экраны болып табылады. Мысалға, мына жерден қарасақ, біз мынандай режимді қойсақ болады, міне Quad HD деген көптеген смартфондарда бұндай режим жоқ. Quad HD-ге қойса, качество изображения, видео, фото бүкіл әдем болып көрінеді. Сосын мына жерде бізде мынандай бар, режим экраны деген бар. Қараңыздар, естественныйға қойсам, цветі онша емес болып қалады. Насыщенныйға қойсам, цветі яркий, сочный болып тұрады, әдемі болып тұрады. Сосын бұлардың енді бұл әрине өте жақсы, бірақ бұндай режимда сіз телефонды ұзақ қолдана алмайсыз. Яғни мысалға осындай режимге қойып мультфильм, допустим, бала болсаңыз, фильм көрсеңіз, ойын ойнасаңыз, көзіңіз 1 сағаттың ішінде масқара ауырып кетеді. Менде міне өзімнің қолданып жүрмін ғой енді. Мен 1 сағат қолданамын мысалға. 1 сағатта мен көзім ауырып кетеді. Жарайды, оған назар аудармай отырып, әрі қарай ойын ойнай берсем, 1 сағаттан соң көзім қызарып кетеді, одан соң көзден жас аға бастайды. Сондай заты бар да, енді денсаулық не дегенмен маңызды ғой. Сондықтан мен не істеймін? Бұндай жағдайда мен алам бірінші темный режимға қоям. Содан соң мына жерде разрешение экрана дегенде мен Full HD-ге қоям. Применить. Содан соң мына жерде бізде не бар? Режим экраны деген бар. Бұны естественныйға қоям. Енді қараңыздар, цветі сіздерге байқалмай тұрған шығар, бірақ цветі мұнда как будто 100 000 теңгенің телефоны сияқты көрсетіп қалды да. Бұл телефон, еске сала кетейік, 650 000 теңге тұрады. 100 000 теңгенің телефоны не, 650 000 теңгенің телефоны не, бүкіл плюстарын алып тастасам, разница болмай қалады. Оны қоссам, экран, сочный экран бүкілін қосып тастасам, көзді құртатын болады. Сондықтан ойланыңыздар бұны алар кезде. Так, бұл бірінші минус. Екінші минус. Екінші минус, бірінші минусқа қатысы бар. Өйткені мысалға, мына жерде мен алып, Quad HD-ге қойсам, мынаған қойсам, сосын мына жерде насыщенныйға қойсам, режим экрана деген. Ол енді зарядканың тез отырғызатын болады. Мен мына режимді қолданам, естественный цветті қолданам. Соның өзінде бұл смартфон зарядкасы өте тез отырады. Масқара тез отырады. PUBG ойнасам, мысалға 1 сағатта 30% кетіп қалуы мүмкін. Ол масқара ғой енді. Әр кезде әртүрлі, одан да тез кетеді, әр кезде одан кішкене аздау кетеді дегендей. Енді бұл смартфонда ойын ойнай аласыз. Енді ойнай аласыз, бірақ енді зарядкасы тез отырады. Сондықтан ойын ойнағандай болмайсыз. Яғни бірінші минус ол экраны, көзді құртады, нагрузка бешеная. Екінші минус ол батарейкасы, зарядкасы өте тез отырады. Ойын ойнасаңыз да, ойын ойнамасаңыз да зарядкасы тез отырады. Үшінші минусы, жаңа ойын деп қалдым ғой. Яғни бұл жерде бізде процессор Exynos деген процессор тұр. Бұның еще екінші версиясы бар, ол шетелге арналған версиясы. Ол жерде Snapdragon шетелге арналған. Егер ойын ойнасаңыздар, Snapdragon әрине мықты болады. Бұл жерде Exynos 2200 деген тұр. Шетелде, қателеспесем, Snapdragon 8 Gen 1 деген тұр. Оларда әжептәуір мықты болады. Енді PUBG-ға қойып көрсетейін, качество графики дейді ғой. Қандай режимді таңдай аламын, соны көрсете кетейін. Мен настройкаға кірдім. Графика. Мына жерде қараңыздар. Графика дегенде, мына высокийдан, высоко дегеннен басқасын, одан жоғарысын таңдай алмаймын. Міне басам, мынандай окошко шығады. Тағы басам, яғни одан артын таңдай алмаймын. Және мына жерде міне тоже частота кадров. Былай істеуге болады, графикаға плавно дегенге басасыз.
көп телефондар осы плавноға қойған кезде мына жерде әртүрлі режимдер пайда болады. 60 Гц, 90 Гц деп тұрады, 90 кадр деп тұрады, бірақ мұнда ештеңе өзгермейді. Плавноға қойса да бәрібір высоко дегенде тұр. Енді процессоры как будто, знаете, как будто сол 100 000 теңгенің телефонын алсаңыз, мысалға Xiaomi, мысалға Vivo компаниясын, или басқа компаниялардың телефондарын алсаңыздар, осындай настройкада олар да тартып береді сізге. То есть ойын ойнайтын адамға бұл телефонның түк пайдасы жоқ. Өйткені біріншіден графикасын әдемі қылып қойсаңыз, міне телефон экранның качествосын әдемі қылып қойсаңыз, біріншіден көзіңізді құриды. Екіншіден, ойын ойнасаңыз, ол зарядкаңыз тез отырады, және ойынның графикасын сіз ультраға режимға, максимальный режимға қоя алмайсыз, тек қана средний настройкаға қоясыз. Яғни бұл телефон ойынға арналмаған. Ойын ойнаймын деп алатын болсаңыз, бұны вообще қарастырмай қойғаныңыз дұрыс болады. Тем более бұндай 600 000 теңге бағасында. Одан да где-то 300 000 теңгеге Қытайдың телефонын алып алсаңыздар, олар вообще өте жақсы жұмыс істеп береді, ойындарды спокойно көтеріп береді. Немесе бір выход бар. Егер именно осы Galaxy S22 Ultra алғыңыз келсе, именно ойын ойнауға алғыңыз келсе, ол кезде сіз Snapdragon процессорында алу керек болады. Бірақ сіз оны Қазақстанда таба алмайсыз. Оны AliExpress'тен, Қытайдан заказ қылуға болады. Бұл смартфонның тағы бір минусы, ол зарядка беруі. Комплексінде тек қана шнуры бар, блок питания жоқ. Мен сияқты даже отдельно сатып алсаңыздар, мынандай быстрая зарядканы 25 ваттқа болсын, 45 ваттқа болсын, олардың өздері где-то мысалға 0%-ке разрядталып тұр ғой. Зарядка тығасыз телефонды быстрая зарядкамен, и где-то бастапқы 5 минут па, 5% па, сондайы быстрая зарядкамен болады. Менің жағдайымда бұл 25 ваттық зарядка. Бастапқы 5 минуты, допустим, осындай 25 ваттпен берілетін болады. Одан кейінгі уақытта мощності төмендеп кетеді. Яғни 25 емес, 18 ваттпен бере тұрады, где-то 10-15 минут. Одан кейін тағы 15 ваттпен бере тұрады. Мысалы, қазір Қытайларда 120 ватт, 150, 160, 200 ваттық зарядкаларды поддерживать ететін смартфондар шықты. Оларда еще комплектісінде бар ондай зарядка. Олар 15 минут, 20 минутта 100%-ке толтырып береді. Мынау хоть даже 45 ваттық зарядкамен зарядтасаңыздар да 1 сағат зарядтайды. Ол өте ұзақ. Зарядканың бітуі ол өте тез, зарядкасы таусылып қалады. В общем, маған мүлдем ұнаған жоқ бұл зарядка тез беруі. Зарядканың тез беруі ол в кавычках тез беру сияқты. Солай, достар. Бұлар минустары. Плюсына келетін болсақ, енді долго қарамайтын болсаңыз, ойын ойнамайтын болсаңыз, просто әр кезде былай 1-2 қозғап, жұмыс барысы бойынша не қылып қоятын болсаңыз, бағана дисплейдің качестволары максимумға қойып тастасаңыз болады. Экран жақсы, минустарын айтпағанда. Бұл жерде ең үлкен плюсы, енді айта кететін плюс, олына камералары. Зум особенно. Алдыңғы видеода мен көрсеткен болатынмын, жақындатып, 4 камераның 4-еуіне де түсіріп көрсеткен болатын. Фотолар өте жақсы качествода түсірілген. Олына ссылкасын ол видеоға экранның оң жақ жоғарысынан қоям, сосын көрсеңіздер болады. Қазір мен сіздерге бір фото көрсетемін, түнгі уақытта түсіргенмін. Қазір тауып алайын. Мынаған қараңыздар. Камера качествосын қатты бере алмай тұр. Қараңыздар. Мына жерде бізде ай тұр, мынау ай. Соны мен жақындата бастадым. Мына жерде мынандай болып тұр. Качествосы онша емес болып тұр пока что. Тағы жақындаттым. Качествосы әлі онша емес. Бірақ одан кейін жақындатқанда уже качествосы нормально бола бастады. Мына жерде фокусировка. Одан кейін тағы жақындаттым, одан да жақсы бола бастады, қараңыздар. Бұндай осылай жақындатып түсіретін телефондар вообще осы уақытқа дейін көрмегенмін, әрине. Шыны керек. Бірақ осылай түсіретін телефондар ол
Xiaomi Mi 11 Ultra, Mi 12S Ultra, Xiaomi. Сосын әртүрлі жаңағы по-моему Vivo X80 деген поддерживать етеді. Скоро X90 Pro Plus деген шығады. Оның камерасы да осылай түсіретін болады примерно. Вот. Камерасы ұнады, плюсы. Одан кейін динамикалары мықты, 2 динамика Dolby Atmos дейді. Музыка тыңдасаңыздар, видео көрсеңіздер астынан жоғарысынан шығатын болады. Оны бірақ заранее активировать ету керек. Қазір көрсете кетейін, ол шторка уведомлениеде. Мына жерде бізде Dolby Atmos деген бар, соны қосу керек. Мен қоспаған себебім өйткені зарядкасы тез отырады. Бұл телефон тағы бір плюсы, ол беспроводная зарядка. Яғни сізде беспроводная зарядка, powerbank дегендер болса, сондай зарядканы поддерживать ететін без провода. Ол кезде мысалы мынау powerbank болса, мынау қолымда. Ол кезде мен телефонды аламын да былай қоя салам, болды, телефон зарядталады автоматически. Сонысы бар. Обратная зарядка деген бар мысалға. Менде беспроводная зарядканы поддерживать ететін наушники болса, мен телефонды былай қоям, сосын наушникті алам да үстінен былай қойсам, наушник зарядталатын болады. Сондай плюсы бар. Көбісі оны қолданбайды, бірақ қиынды ондай фишкасы бар. Оның өзі плюс. Сосын бұл смартфон еще судан қорықпайды. Яғни спокойно көлге, бір жерге барған кезде фотоға, видеоға түсіріп жүре берсеңіз болады. Жалпы достар, айтарым осы. Енді плюсын, минусын айттым, білгенімше. Ары қарай өздеріңіз білесіздер. Аласыздар ма, алмайсыздар ма? Өз таңдауларыңызға не дегенмен. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.